Сәлем барлықтарыңызға. Бұл жолы кезеттің телеграмда жасап атқан екінші голосовой чаты. ұбт-ның маңыздылығы туралы. ұбт негізі қатты маңызды емес деп айтар едім. ұбт негізі оңай емтихан, өйткені өте көп грант беріледі. Грант алу үшін 140 балл алу қажет жоқ. Яғни өйткені грант саны өте көп. Кейбір мамандықтарға 50 баллмен де грантқа түсуге болады. Оны біздің жаңағы неден приложениеден ашып қарасаңыздар болады. Бізде ұбт-ға қатты көңіл бөледі да, бірақ университетке келіп нашарлап кетеді. Оған мысал ретінде көп нелерді айтылам. Мысалы, көп оқушылар бар, 140 немесе сол сияқты үлкен балл алған, бірақ университетте орнынан қалып қойып, орнынан дегенде ретейк дейді, жаңағы сабақтан қалып қойып, не істеп жүрген, қайттан тапсырып сөйтіп жүрген студенттер бар. Мен білетін. Өйткені мен өзім 2 жыл университетте сабақ бергем, КБТУ, СУ-да сабақ бергем. Енді 140 алды деген сөз, или там 100-ден асырды деген сөз, ол ақылды деген мағынаға келмейді ешқандай да. Просто дұрыс дайындалды деген сөз, бітті да. Или 50 балл алды деген сөз, ақмақ деген мағынаға келмейді ешқандай. 50 балл алды деген сөз, 50 баллға тұратындай дайындалды деген сөз. То есть 50 балл алатындай дайындалды деген сөз. Ол ақылды немесе ақмақ деген мағынаға келмейді. Мысалға айтайық, мен ағылшын тілін мектепте 5 жыл оқыдым, университетте тағы 5 жыл оқыдым, магистратурада тағы 2 жыл оқыдым, бірақ мен деңгейім әлі интермедиат па, апыр интермедиат па, сондай ақ. Ол мен ағылшынға байланысты ақмақпын деген сөз емес ешқандай. Просто мен сол деңгейде ғана оқығанмын да, оқымаған былайша айтқан кезде болды. Сол тура сол сияқты ұбт-да сіздің ақылды ақмақ или неудачник, там жетістікке жеткен деген мағынаға келмейді ешқандай. Просто ұбт-ға қалай дайындалдыңыз, соның көрсеткіші бітті, басқа ешнәрсе жоқ. Және сіздер бірінші курс студент болғаннан кейін ұбт-ның вообще маңызды емес екенін сразу түсінесіздер да, өйткені ұбт-да жақсы балл алғаныңыз сізде университетте ешқандай көмек бермейді. Дым пайдасы жоқ жалпы айтқан кезде. Және сіздің біліміңіздің де қатты көрсеткіші емес, сондықтан оған байланысты қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Просто жүйелі түрде дұрыс дайындалу керек. Болды. Сізге қажетті балл, егер 60 балл болатын болса, 60 баллыңызды аласыз, грантқа түсесіз, дальше университетіңізде оқи бересіз. Менің өзімнің класстасым бар, мысалға, ұбт-дан ондай қатты балл алған жоқ, мектепте де троечник еді, 3-4 аралас оқитын еді, бірақ университетте өте жақсы оқыды, және қазір өте жақсы жұмыс жасап жатыр, юрист мысалға, и юристке грантқа да түскен. Жақсы юрист болу үшін мектепте 3 оқыды ма, ұбт-дан нашар балл алды ма, қандай балл алды, грантқа түсті ма, или 1 жыл қалып қойып ертесіне келесі жыл түсті ма, вообще роль ойнамайды ешқандай. Жаңағы оған бола ұбт-дан нашар алып қалдым, или биыл құлап қалдым, барып ойбай аслам деген сияқты нәрселер вообще болмау керек, өйткені ол өмірде ешқандай маңызы жоқ нәрсе деп айтуға болады. Просто сол сіздер үшін дәл қазіргі сәтте қатты қорқыныш сияқты көрінеді, на самом деле былайша айтқан кезде почти маңызы жоқ нәрсе деуге болады. Или кейбіреулер болады, мен ата-анамның үмітін ақтау керекпін, ойбай, ата-ананың үміті ақтау деген ұбт-ға қатысы жоқ вообще ешқандай. Ол сіз түспей қалсаңыз, ата-анаңыз үмітін ақтамады деген мағынаға да келмейді да. Және ата-ананың баласына деген мейірімін, махаббатын ұбт-мен өлшеу өте ата-ананың мейірімін төмендету болып саналады да. Ата-ана, мысалға бізде қазақта айтады ғой, қарға баласын аппағым дейді деген сияқты, кірпі баласын жұмсағым дейді деген сияқты. Ата-ана үшін баласы 2 алса да, қандай неше алса да, ол баласын бәрібір жақсы көреді. Ата-ана үшін тек қана жетістікке жеткен балалар ғана жақсы көреді, соларға мейірімін төгеді деген нәрсе жоқ қой. Ондай болатын болса, ата-аналардың көбісі баласынан тастап кету керек, өйткені бәрі жетістікке жетпейді олар. Жалпы айтқан кезде ұбт ол ата-анаңыздың үмітін ақтаудың көрсеткіші емес ешқандай. Олай да ойлау қате деп ойлаймын. Және ата-ананың мейіріміне төмендету деп санаймын. Ата-ана сіз 50 алсаңыз да, 140 алсаңыз да жақсы көреді сіздерді, и жалпы жаңағы махаббатын всегда болады деп айта аламын да. Сіздің дұрыс адам болуыңыз маңыздырақ та ұбт-дан 140 алудан гөрі. Егер жақсы адам болатын болсаңыздар, 140 алмасаңыздар да болады жалпы айтқан кезде.